Электролиттерде Ом заңын қолдануға бола ма? Осындай теориялық сұрақ. Бұның жауабы С болады. 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 Бұл теориялық сұрақ. Дерек көзі бойынша айтамыз. Міне 10-шы сыныптың кітабының екінші бөлімі 104-ші бет. Электролиттегі ток та Ом заңына бағынады, яғни кернеуге тура пропорцияна өзгереді. Тақырып толық оқысаңдар болады. Қыздырған кезде электролиттің кедергісі кемиді. Ом заңы дегенді де жазып қойып, міне I тең U бөлу R. Кернеу артқан сайын ток артады, кедергі артқан сайын ток күші кемиді. Міне осы. Соны біз теориялық базамызға мінекей тағы бір тақырып қосамыз. Ол мінекей сұйықтардағы электр тоғы деген. 66-шы тарау. Сонымен мынаны біз басқаша сақтаймыз. Сонымен теория база. Сонымен бізде 10-шы сынып, 2-ші бөлім. Бізде Кронгорт. 66-шы тарау. Сұйықтардағы электр тоғы деген. Сұйықтардағы электр тоғы. Мінекей осы жақтан бір теориялық сұрақ. Сонымен тақырыптар, параграфтар рейтингісі жалғасады. Жалпы жаттап алайық.